Сәлеметсіздер ме балалар? Сауатташу сабағымызды бастаймыз. Оқулығымызды алып 25 бетін ашамыз. Сабақтың тақырыбы баспана түрлері, дыбыс, сөйлеу. Сабақтың мақсаты баспана түрлерінің ұқсастығы мен айырмашылығын білесің. Мәтіннің мазмұнын, тақырыбын немесе оның иллюстрациясы бойынша болжайсың. Ал енді балалар, сабағымыздың тақырыбын ашу үшін суреттерге назар аударып, суреттің алғашқы дыбысын есімізге сақтаймыз. Бірінші суретте бізде ненің суреті? Дұрыс айтасыңдар балалар, балықтың суреті. Бірінші дыбыс қандай дыбыс? Б дыбысы. Екінші суретте аю. Қандай дыбыс естіліп тұр? А дыбысы естіліп тұр. Келесі суретімізде сиыр. Қандай дыбыс естіліп тұр балалар? С дыбысы естіліп тұр. Төртінші суретімізде партаны көріп тұрмыз. Алғашқы дыбысы П әріпі. Келесі суретте алма. А дыбысы естіліп тұр. Ал енді балалар, келесі суретте нан. Алғашқы дыбысы Н дыбысы екен. Ал енді балалар, бізге тағы қандай сурет берілген? Асық. Алғашқы дыбысы А дыбысы екен. Енді балалар, осы суреттердің алғашқы әріптерін қосып айтып көрейік. Қандай сөз шықты балалар? Баспана. Сонымен балалар, бүгінгі өтетін тақырыбымыз баспанаға байланысты. Олай болса, барлығымыз суретке назар аударайық. Суреттен не көріп тұрсыңдар? Тамаша үйлерді, баспаналарды. Бұл баспаналарда кімдер тұрады? Әрине балалар, баспанада адамдар тұрады. Адамдар үйде тұратын болса, онда жан-жануарлар қайда мекендейді? Олай болатын болса балалар, мына суретке назар аударайық. Алдымызда ешкі суреті. Ешкі сөзінде неше дыбыс бар? Дұрыс айтасыңдар, 4 дыбыс бар. Екеуі дауысты, екеуі дауыссыз. Ешкінің баспанасы қандай екен білеміз ба? Тамаша балалар, ол қора деп аталады екен. Ал енді мына суретте не көріп тұрмыз? Өте жақсы. Тышқанды көріп тұрмыз. Ал енді балалар, тышқанның баспанасы қалай аталады? Әрине балалар, ол ін деп аталады. Тышқан інде тұрады екен. Ін сөзінде неше дыбыс бар? 2 дыбыс бар. Неше дауысты, неше дауыссыз? Әрине балалар, 1 дауысты, 1 дауыссыз дыбыс бар екен. Ал енді балалар, біз құстардың баспанасын не деп атаймыз? Қарлығаштың баспанасын ұя деп атайды екенбіз балалар. Енді барлығымыз мына суретке қарап өзіміз тұратын үйді айтамыз. Бірінші суретте 1 қабатты үй, екінші суретте қазақ үйі, үшінші суретте көп қабатты үй. Ал енді балалар, сендер қандай үйде тұрасыңдар? Балалар, құстың баспанасын қандай деп едік? Құстың баспанасы ұя. 23-ші сабақ 26-шы беттегі құстың ұясының әңгімесін тыңдаймыз. Әңгімені мұқият тыңдап, назар аударамыз. Бірінші суретке назар аударайық. Балалар ойнап жүріп, ағаштың ішінен бір құстың ұясын көрді. Бұл ұяның ішінде 2 балапан отыр екен. Балалар біреуін алып, үйіне әкелді. Ал енді балалар, екінші сурет бойынша тыңдайық. Әкесі балаларға
Бұл балапанды ұядан неге алдыңдар? Шешесіз балапандар тұра алмайды. Баласыз шешесі қайғырады. Далада құры бекер өліп қалады ғой, деді. Балалар балапанды аяп ұясына апарып қойды. Сұрақтарға жауап берейік. Балалар не көрді? Ұядан нені алды? Ағаштан бір құстың ұясын көрді. Ұядан құстың бір балапанын алды. Балапанды қайдан әкелді? Әкесі не деді? Балалар әкесін қалай қабылдады? Екінші суретке сызба арқылы жауап береміз. Балапанды үйіне әкелді. Бұл балапанды ұядан неге алдыңдар? Шешесіз балапандар тұра алмайды. Балалар өз қателерін түсінді. Балалар қандай шешім қабылдады? Олар қателерінен ұялды ма? Үшінші суретке сызба арқылы жауап береміз. Құстың балапанын ұясына қайтып апарды. Балалар өздерінің дұрыс іс жасамағандарына ұялды. Міне балалар, бүгінгі сабаққа керемет қатысып, құстың ұясының әңгімесін тыңдадыңыздар. Жан-жануардың, құстың, адамның баспанасы қалай аталатынын білдіңіздер. Сауат ашу сабағымыз аяқталды.